барған кезде қауіпсіздік ережесін бірінші сақтау керек екенбіз. Балалар, не істеуге болмайды екен? Гүлді басуға болмайды. Гүлді басуға болмайды, сындыру. Қайын басуға болмайды. Аха, Ахмадияр айта қойшы, тағы не істеуге болмайды? Гүлді басуға болмайды. Құстың ұясын Құстың ұясын бұзуға болмайды. дұрыс айтасыңдар. Тағы да қараңдаршы балалар, табиғат аясына шыққан кезде біз қоқысты шашамыз ба? Жоқ! Қоқысты шашпаймыз. Тағы да мына суретте не көріп тұрсыңдар, айтыңдаршы маған? Қапырақ. Жоқ, мына жерде балалар не істеп жатыр, айтыңдаршы? От жағып жатыр. Ол дұрыс па, бұрыс па? Жоқ! Дұрыс айтасыңдар, от жағуға болмайды, кішкентай балалар, Ағаш сындыруға болмайды. Дұрыс айтасың, мінеке, ағаш сындырып жатыр, ағаш сындыруға болмайды екен. Тағы не істеп жатыр? Мына бала. От жағып. От жағып жатыр. Кішкентай балалар от жағуға бола ма? Жоқ! Қолын күйдіріп алады. Дұрыс айтасың, қолын күйдіріп алады екен. Сондықтан да балалар, біз үлкендердің қасында жүру керекпіз, қауіпсіздік ережесін сақтау керек екен.